Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай бұрышты және де басқа да жеміс түрлерін қатыруды көрсететін боламын. Ең алдымен бізге осылай бұрышымыздың артық дәндерінен тазалап алуымыз қажет болады. Бұрышымызды, яғни голубцы немесе тамаққа подлив ретінде дайын тұру үшін, яғни арнайы турап қоямыз. Келесі бізде, яғни қызанағымызды осылай қатты жұқа қылмай, орташа қалыңдықта барлығын домалақтап турап шығамыз. Яғни пиццаға жасаған кезде немесе басқа да тамақ түрлеріне қоса берулеріңізге болады. Бірінің үстіне бірін осылай поклан қағазымызды салып, яғни барлығын бір-біріне жақын қылмай тізіп шығуымыз қажет. Келесі бізде, яғни баклажанымызды қатты жұқа қылмай, орташа қалыңдықта барлығын кесіп, тізіп шығамыз. Келесі төрт бұрыштап туралған бұрыштарымыздың барлығын осылай салып шығамыз. Бір-біріне жақын қылып орналастыра берсеңіздер болады, ол қатқан кезде бір-бірінен ажыратылып қалады. Келесі голубцыға дайындаған бұрыштарымыздың барлығын осылай тізіп шығамыз. Морозильникке бір күнге қатырамыз. Дайын қатқан бұрыштарымызды яғни аузы жабылатын осындай арнайы мешочектарға салып, барлығын яғни орналастырып шығуымыз қажет. Яғни басқа да қатырған осындай бұрышымызды, баклажанымызды, қызанағымызды барлығын осылай ажыратып алып, барлығын дайын целлофандарымызға салып шығуымыз қажет. Міне біздің қыс мезгілінде бағасы қымбат болып кететін жемістеріміз дайын болды. Міндетті түрде осылай жасап көрулеріңізге кеңесімді беремін. Және де каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де менің каналымда басқа да түрлі оңай жасалынатын рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Каналыма міндетті түрде кіріп қарап көрулеріңізге болады. Барлықтарыңызға ас болсын.